Бұл біздің мәзһабта бар. Жалпы мына әхлі сүннет мәзһабтары бар ғой біздегі. Имам Ағзам негізін қалаған Ханафи мазхабы, Матуриди ақидасы, осы иман амал бөлек деген принцип ұстанады негізі әу бастан. Имам Ағзам өзінің кітабында айтқан амалу ғайрул иман уәл иману ғайрул амал деп. Амал иман емес, иман амал емес деген. Екеуі бөлек деген. Бірақ екеуі бөлек деген сөз, екеуі мүлдем бір-біріне қатысы жоқ деген сөз емес. Амал бізде иманның нақ өзі емес, бірақ иманның жемісі деп қаралады. Неге деген кезде? Бұған дәлелдер бар ма дегенде, дәлелдер бар дейді. Қажет болса Құраннан дәлел келтірген, қажет болса фиқтан дәлел келтірген имам Ағзам. Иман амал бөлек деген не деген сөз? Бұл иман не деген сұраққа алып келеді. Жалпы иман не ол? Дегенде қалай жауап берген біздің ғалымдарымыз? Иман деген ол не нәрсемен болады? Қалай адам иман келтіреді? Несімен иман келтіреді? Иман қай жерде болады? Бәрінен бұрын. Иманның орны, ең негізгі орны қай жер? Жүректе. Жүректе, дұрыс айтасыз. Сенім жүректе болады ғой. Сіз жүрекпен сенесіз. Шын жүректен сенем деп айтасыз мысалы. Ниет деген нәрсе де жүректе болады, мысалға. Сүйіспеншілік, біреуге деген бір өкпе, наз, бәрі неде болады? Жүректе болады. Сондықтан иман, сенім ол да жүректе болады. Оның орны жүрек. Сол үшін біздің ғалымдарымыз не дейді? Иман бәрінен бұрын таздиқ бил қалып деген, жүрекпен сену деген. Жүрекпен жаратушының, Құдайдың бар екендігін, жалғыз екендігін, кемел екендігін, мінсіз екендігін жүрекпен растау. Жүрекпен сену соған. Одан кейін сол жүректегі сенімді не істейсіз? Айтасыз. Тілмен айтасыз, кәлим айтасыз былай айтқан кезде. Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп. Немесе жаңағы нені айтасыз? Иманның шарттарын айтасыз. Аманту биллахи ва малаикати ва кутубихи ва русулихи, вал яумил ахири вал қадари вал баси ба'дал маути деп не істейсіз? Иманның шарттарын атайсыз. Аллаға иман келтірдім, періштелерге иман келтірдім, Алланың кітаптарына иман келтірдім, пайғамбарларына иман келтірдім, ақыретке иман келтірдім, тағдырға иман келтірдім, тағдырдың жақсылығы, жамандығы деген болады деген сияқты. Өлгеннен кейін қайта тірілуге иман келтірдім деп не істейсіз? Қазақта мына баяғыда 40 парыз дегенді жаттататын еді ғой үлкен кісілер. Сол 40 парыздың алғашқылары осылар. Бұның барлығы жүрекпен болады және тілмен айтумен болады. Міне кімде-кім жүрекпен сенсе жаратушы Құдайға және тілімен сол сенімін ашық айтса, ол мүмін мұсылман болады.